Семейде мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес әзірленген абаттандыру мен дамытудың ауқымды жоспары белсенді түрде жүзеге асырылуда. Астана Кентплан мекемесі бас жоспарды әзірлеу конкурсының жеңімпазы болып танылды. Барлық жобалау бекіту жұмыстарын аяқтау 2024 жылдың 4-ші тоқсанына жоспарланған. Бұл туралы Абай облысы әкімдігінің кезекті отырысында Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов баяндады. Жаңа бас жоспардың басты мақсаты қала құрылысының сабақтастығын сақтай отырып, олардың қатарына номер 3-ші жылу электр орталығын және басқа да инфрақұрылым мен әлеуметтік нысандарды қосу. Шаһарда құрылыс индустриясы тұрақты өсу үстінде. Бүгінде мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана алу кезегінде 14.100 адам тұр. Биыл азаматтарға Қарағайлы шағын ауданында 77 пәтердің кілті табыс етілсе, жыл соңына дейін тағы 339 отбасы баспаналы болмақ. Қалада 21 көп пәтерлі тұрғын үй салынып жатыр. Сонымен қатар 712 пәтерлік 13 үйдің құрылысы басталды. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында Қарағайлыда 1200 орындық Водный кентінде 600 орындық Заря шағын ауданында 1200 орындық 3 мектеп салынуда. Жастарды баспанамен қамтамасыз ету мақсатында Абай жастары бағдарламасын жүзеге асыруға 200 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Бағдарлама 20 тамызда басталады, қаланың 35 жасқа дейінгі жастарына арналған. Биыл қаланың 30 көшесін жарықтандыру жоспарлануда. Қаланың әр аудандарында шамдар мен бағандарды орнату жұмыстары жүргізілуде. Көлік саласында жалпы ұзындығы 36 шақырымды құрайтын 40 көшеде жол жөндеу жоспарланған. Әрбір жоба сапалы жасалуы тиіс, өйткені барлық шаралар бірінші кезекте тұрғындардың жағдайын жақсартуға бағытталған. Жаңа тұрғын үйлер салудан бастап жол жөндеуге дейінгі әр жобаның жоғары деңгейде жүзеге асыруын қамтамасыз етуіміз қажет, деді облыс әкімі Нұрлан Уранхаев. Биылғы жылдың бірінші жарты жылдығында өңірлік жұмыспен қамту картасы шеңберінде облыс бойынша 13 мыңнан астам жұмыс орны құрылған. Бұл туралы Абай облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Айман Нұрлыбек баяндады. Арнайы субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру арқылы жұмыс берушілердің қызығушылығын арттыру мақсатында мүгедектігі бар адамдардың жұмыс орнын жабдықтау үшін облыстық бюджеттен 2 жұмыс берушіге 3.689 мың теңге төленді. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шарасында 124 сотталған және пробация қызметінде есепте тұрған адамдар тартылды. Олардың 70-і жұмысқа орналастырылып, бір адам қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға жіберілді деп атап өтті Айман Нұрлыбек. Биыл Семей қаласында 50 аула аумағын абаттандыру бойынша жұмыстар жоспарланған. Оның ішінде халық қатысатын бюджет бағдарламасы аясында 14 аула жөнделіп, 4 қоғамдық кеңістік абаттандырылады. Қазіргі күні жұмыстар 45 аулада штаттық режимде жүргізіліп жатыр. Негіз бойынша жұмыстар 80%-ға, шағын архитектуралық формаларды орнату бойынша жұмыстар 50%-ға орындалды. Абаттандыру жұмыстарын бақылауда ұстап отырған қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысымен бірге 343-ші кварталдағы, 35-ші кварталдағы 1-ші үйдің Шәкәрім көшесіндегі, 9-ші Кәрменов көшесіндегі 3-ші үйдің аулаларын көріп қайтты. Шаһар басшысы мердігер ұйым Талдықорған архитектура жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жұмыстарды жеделдетіп аяқтауда. Шағын архитектуралық нысандарды орнату кезінде беріктігіне баса назар аударуды тапсырды. Тұрғын үймен мұқтаж азаматтарды баспанамен қамтамасыз ету мақсатында Жарма ауданында құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Биыл аудан бойынша тұрғын үй кезегінде 582 адам тұр. Оның 218-і халықтық әлеуметтік осал топтарынан. Аталған санаттағы кезекте тұрған азаматтарды баспанамен қамтамасыз ету мақсатында биыл Қалбатау ауылында 22 пәтерлі тұрғын үй, Шар қаласында 15 2 пәтерлі тұрғын үй, Жаңғызтөбе кентінде 5 2 пәтерлі тұрғын үй, Бірлік ауылында 3 2 пәтерлі тұрғын үй, Жаңаөзен ауылында 2 пәтерлі тұрғын үй, жалпы 45 2 пәтерлі тұрғын үй салынады деп жоспарлануда. Аудан әкімінің міндетін атқарушы Сәкен Сәтбеков құрылыс жұмыстарын қадағалап отыр. Жетіжар Бесқарағай ауданның шалғай ауылдарының бірі, аудан орталығынан 90 шақырымдай қашықтықта орналасқан. Өткен жылдың 4-ші тоқсанында аудан әкімінің ауыл тұрғындарымен кездесу кезінде жетіжарлықтар ауыларалық жолдың тозғандығын айтып, жөндеу жүргізуді сұраған болатын. Сол жиында әкім аталған жолды жөндеуге уәде берген еді. Енді міне уәде орындалып, ауыларалық жолда шұңқырларды жамау жұмыстары жүргізілуде. Жөнделетін жолдың жалпы ұзындығы 40 шақырымды құрайды.
Жаңа Семей ауданының Озерки ауылдық округінде Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында су айдындарының жағалауы тазартылып жатыр. Осы аптада ауқымды сенбілік өтіп, Озерки көлінің жағалауы тазартылды. Мұнда суға шомылуға келетіндер көп. Олардан кейін қалатын қоқыс та аз емес. Акцияға аудан басшылығы, жергілікті әкімшілік және клуб ұжымы, белсенді ауыл жастары мен тұрғындар, еріктілер шамамен 50-ден астам адам қатысып, жағалауда шашылып жатқан күл қоқысты жинап, арнайы полигонға жіберді. Бұл күнгі сенбілікте 6 тонна көлемінде қоқыс шығарылды. Акцияға қатысушылар Таза Қазақстан экологиялық акциясы әлі де жалғасын табатынын айтады. Семейде құтқарушылар скверінің салтанатты ашылуы өтті. Сквер жауапкершілігі ауыр, міндеттері қиын төтенше жағдайлар қызметкерлерінің құрметіне арналып арнайы композициямен құрылған. Сквер аумағында балалар ойын алаңы, демалыс алаңдары бар. Жақын орналасқан көп қабатты үйдің қасбетінде тақырыпқа сай түрлі түсті мурал салынған. Тақтатас төселіп, абаттандыру және асфальттау жұмыстары жүргізілген. Абай облысының әкімі Нұрлан Уранхаев өз құттықтауында жаңа сквердің қоғамның қауіпсіздігі үшін өмірлерін қатерге тігетін жандарға құрмет пен ризашылықтың белгісіне айналатынын атап өтті. Облыс әкімі сонымен қатар қала тұрғындарын жаңа алаңға ұқыпты қарап, тазалықты сақтауға шақырды. Бұл біздің ортақ жауапкершілігіміз екендігін айтты. Бүгінге жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы, Семей таңы.